Қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Бүгінгі тақырыпта іш қату және оны емдеу жолдары. Алдымен іш қатудың себептеріне тоқталайық. Бірінші себеп, егер де сіз қандай да бір дәрі-дәрмектер қабылдайтын болсаңыз, мысалы қан қысымын түсіретін дәрілер, статин дегеніміз холестерин деңгейін азайтатын дәрілер, және қандай да бір гормондар қабылдасаңыз, осы дәріңіздің іш қатыратын жанама әсері болуы мүмкін. Оны анықтау үшін қорапшасының ішінде аннотациясы болады, соны оқып шығыңыз. Егер іш қатыратын жанама әсері бар болса, бұл дәріні басқа дәріге алмастырыңыз. Екінші себеп, ең жиі кездесетін себептің бірі қимылдың аздығы. Бұл жағдайда ең болмағанда жаяу жүруді әдетке айналдырыңыз. Мүмкіндігіңіз болса, бассейнге барыңыз. Үшінші себеп, қалқанша безінің қызметінің төмендеуі. Оны анықтау үшін Т3, Т4, Т2 гормондарына анализ тапсырып, қалқанша безіңізді УЗИ-ге түсіру керек. Егер қызметінің төмендеген анықталса, эндокринолог маманына барып, гормон алмастырушы ем қабылдау керек. Төртінші себеп – стресс. Жедел стресс кезінде ішті өткізіп жіберу мүмкіндігі болса, ұзаққа созылған стресс кезінде іш қату мүмкіншілігі 4 есе жоғарылайды. Бесінші себеп – су аз ішу. Күніне кем дегенде 1 литр, көп дегенде 2 литр су ішіп тұрыңыз. 2 литрден көп ішсеңіз, жүрекке және бүйрекке күш түседі. Таңертең ұйқыңыздан тұрғанда қайнаған, бөлме температурасына дейін салқындаған бір шыны су ішіңіз. Су асқазан ішек жолын тазалап, ішек перистальтикасын жақсартады. Алтыншы себеп, тамақ рационыңызда көкөністер мен жеміс-жидектердің аз болуы және күрішті шектен тыс қабылдау. Бұл ең жиі кездесетін себептер. Бұдан бөлек жүктілік және асқазан ішек жолының қандай да бір аурулары іш қатуға алып келуі мүмкін. Іш қатудан құтылу үшін қара өрік өте жақсы көмектеседі. Оны кепкен түрінде болсын, компот жасап, немесе морс жасап ішсеңіз де, пайдасы кейбір дәрілерден жақсы болады. Және бұдан бөлек зығыр дәні, алоэ, көкөніс, жеміс-жидектер және арнайы жаттығулар үлкен дәретіңіздің қалпына келуіне себепші болады. Егер де сіз осы видеодан пайдалы ақпарат алсаңыз, подписаться батырмасын және қоңыраушаны басып кетіңіз.